Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен балды торттарымның ішіндегі ең оңай, ең керемет нәзік болып шыққан түрімен бөлісетін боламын. Сондықтан соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Видеом ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сол кезде келесі шыққан видеомды алғашқылардың бірі болып көре аласыз. Ендеше тортымызды жасауға кірісейік. Барлық керек заттарды описаниеда қалдырдым. Ең алдымен баяу отта балымызды ерітіп аламыз. Толықтай ерігеннен кейін үстіне ас содасын құямыз. Ас содасын салғаннан кейін сұйықтық 2 есеге ұлғаяды және осы сұйықтықты қызыл қоңыр түске енгенше араластырып тұрамыз. Осындай керемет түс пайда болды. Одан кейін оттан алып, үстіне сары майымызды салып ерітеміз. Бөлек ыдыста жұмыртқамызды мискаға жарып аламыз. Оның үстіне қант, кішкене тұз қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жаңағы балдан жасалған сұйықтығымызды үстіне құямыз. Сұйық массамыз осылай дайын болды. Одан кейін ұнымызды 4-5 бөлікке бөліп, салып араластырып аламыз. Барлығын бірден салуға болмайды, өйткені іртік болып қалуы мүмкін. Сондықтан асықпай біртіндеп салыңыздар. Осындай сұйық нәзік теста пайда болды. Енді алдын ала дайындалған пергамент қағазына барлығын 5 ас қасықтан бөліп құйып шығамыз. Бұл жерде диаметрі 22 см көрсетілген. Шпательдің көмегімен барлығын біркелкі етіп жайып шығамыз. Болмаса қасықпен де тегіс қылып жағып шығуға болады. Бәрін дайындап болғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған духовкада 7-8 минут пісіріп аламыз. Міне корждарымыз дайын болды. Оның үстіне керек диаметрдегі тарелкамызды қойып, осылай пышақпен кесіп аламыз. Оның шетін балаларға беріп қоймаңыздар, өйткені тортымыздың бетін сәндейтін боламыз. Корждарымыз суығанша крем жасауға кірісейік. Ең алдымен жұмыртқамызды мискаға салып, үстіне қант қосып, венчикпен араластырамыз. Одан кейін сүтіміздің жартысын құямыз. Барлығын бірден құймаңыздар. 4 қасық ұнымызды салып, араластырамыз. Одан кейін кукурузный крахмалды саламыз. Барлығын тегіс араластырып болғаннан кейін қалған сүтімізді құйып, орташа баяу отта біркелкі тоқтатпай араластыру арқылы креміміз қою болғанша араластырамыз. Дайын болған кремді оттан алып, үстіне 80 грамм сары май салып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Тез суыту үшін бөлек ыдысқа құйып аламыз. Толықтай суығаннан кейін тортымызды жинауға кірісеміз. Ең алдымен астына кішкене крем жағып жібереміз, өйткені корждарымыз жылжып кетуі мүмкін. Барлық корждарды қатармен қойып, үстіне крем жағу арқылы тортымызды жинаймыз. Әрбір корждың бетіне 7-8 қасық крем құйылады. Егер сіздердің кремдеріңіз тортқа жағып біткеннен кейін артық қалып жатса, оның бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке қойсаңыздар болады. Келесі торт істегенде оны да пайдаланып жібересіздер. Соңғы коржымызды қойдық. Кремімізді салып, енді артық кремді алып тастаймыз.
Торттың шетіне қалған корждарымызды осылай үгітіп, тортты әсемдейміз. Бетіне барлығын біркелкі етіп сеуіп шығамыз. Бетіне шоколад жағып жіберсеңіздер де болады. Корждарды жан-жағына сеуіп. Ол кезде де өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.